Орамалдың киесі. 99 жылы көршім келін түсірді. Менің қызыма аяғым ауыр болатын. Басымнан орамал түспейді. Құрдастардың әйелдері кексе әйелдерге ұқсамай шешші басыңдағыны дейтін. Мен болсам, үлкен енемнің мен келін болып түскенде басыма орамал тартып жатып. Осы орамал серігің болсын, сәниям. Төркініңді сағынып жылағанда көзіңнің жасын сүртер туысың болсын. Жын шайтаннан қорғар періштең болсын. Басыңа қонған бағың мен бақытыңның куәсі болсын. Келешек ұрпағыңды тәрбиелеуге көмектесер ибаң мен ізетің болсын деп еді. Сол себепті орамалымды тастамайтынмын. Сонымен не керек? Көршінің келінінің бір қолтығынан демеу құқығы маған бұйырды. Иә, бәрі жақсы болды. Той өтті, беташар өтті. Өзі де орамал тарта бермейтін толық денелі көрші апайым елдің көзінше келініне орамал тарт деп айтпаймын, өзің білесің. Сен менің қызымсың, өз үйіңдей көріп, емін еркін жүре бер деді. Ененің сөзін екетпейтін келін екен, енесі екеуі де орамалсыз жүретін. Сол жылы күзде мен дүниеге қызымды әкелдім. Арада 4 ай өткенде жаңағы толық көрші апайым да қыз туып алды. Мен Айдана деп қойдым, көршім Гүлдана деп қойды. Содан арада 6 ай өткенде жаңағы келін де босанып алды. Менің қызым тып-тыныш, жыламайды да, 2,5 жастағы ұлыма бағынады, күлдірсе күледі, ойнатса ойнайды. Менің тамақтандырғаным болмаса, қалғаны ұлымның мойнында. Ал көршіге келер болсақ, жаңағы 6 айлық қыз да, жаңадан туылған ұл да заржақ болды. Жылайды да жатады. Үлкен қыздары бар апайдың, солар көтеріп жүреді ылғи. Мен апайға, орамал тартсаңыздаршы бастарыңызға. Екеуіңіз де бала емізесіздер. Шаштарыңыз дуын боп отырғанда бала еме алама? Періштелеріңізді қашырып дедім. Ең болмағанда баланы тамақтандырғанда тартып алсаңыздаршы. Құдайға шүкір, 7 бала туып өсірдім. Қашатын періште сол кезде қашпай ма? Деді де қойды. Кейін 1 жасқа жетер-жетпестен қызым тәй-тәй басып жүріп кетті. Көршапайдың Гүлданасы 3 жастан асса да жүрмеді. Немересі де мазасыз болды. Ылғи ауыра беретін. Келіні тағы да ұл туды. Ол да мазаң. Бір күні мен ауырып, ауылдағы Мағрипа деген апаға бардым. Ол апа менің жауырынымнан сипап отырып, сен қызда тіл бар. Үйге барған соң тұзды суға шомыл деді. Үйге келген соң моншаға кіріп, тұзды суға шомылып шықтым. Мұнымды көрген көрші апай, не істеп жүрсің деді. Мен апаға бардым, ол кісі осындай ем айтты дедім. Сол күні апай қызы мен немерелерін алып барыпты апаға. Орамалсыз жалп етіп жетіп барған екеуіне апа қарап отырыпты да, орамалдарың қайда? Депті. Сасып қалған екеуі ұмытып кетіппіз деген ғой. Сосын екеуіне 2 орамал беріпті. Сосын кішкентайлардың тамағына саусағын тығып, үйісіп қалған шаштарды алып шығыпты. Ойбай, бәсе, неге жылай береді, неге лоқсиды десем, депті апай. Балаларыңда ешқандай ауру жоқ. Баланы тамақтандырғанда орамал тағу керек. Біріншіден таза тамақ бересің. Екіншіден жын шайтан түртпей тыныш тамақтандырасың, депті апай. Содан бастап екеуі де орамал тастамайтын болды. Мен келініме де, тұрмысқа шыққан қызыма да, қатар құрбымен жүрген кезден басқа уақытта орамал тастама деп отырамын. Орамалда кие бар. Асханада тазалық кепілі. Үлкендердің алдында ізеттіліктің кепілі. Бала шағаның алдында ана деген киелі есімнің құжаты. Киеңді кетірмей орамал тарт. Сайран Аманның парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.